Сәлем достар, сіздермен мөлдір бүгін керемет дәмді майсөг жасайтын боламыз. Адамның организміне өте пайдалы, жасап көріңіздер. Оған әуелі 1,5 стакан тарыға ыстық қайнап тұрған суды құйып, осылай шаң тозаңдарын кетіріп аламыз достар. Міне қап-қара болып шықты. Осыны мен 4 рет жасадым. 4-сінде менің суым ағарып шықты. Міне осылай тазартып алыңыздар. Өте дәмді, адамның организміне пайдалы болады. Міне достар, су ағарды. Енді 2 стакан сүтті, қайнап тұрған сүтті құйып, бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. 20 минут өткен соң осындай мата сүлгіні қойып, осындай жазып шығастыр. Суы тартылуы керек достар, сүті тартылуы керек. Міне қалды, 15-20 минуттай тұрды. Енді оған 2-3 қасық қант, қалауларыңызша тәтті ұнатсаңыздар, одан көп салыңыздар. 100-150 грамм май саласыздар, сары май. Осылай шай ішетін ыдысымызға салып, кесемізге осылай төңкеріп аласыздар. Міне формасы әдемі болып шықты. Өте дәмді шықты достар, жасап көріңіздер. Ас болсын. Алдағы уақытта менен керемет рецепттер күтіңіздер. Тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Міне өте дәмді шықты.